Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 80-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы 4-ке көбейту кестесі. Бірінші тапсырма. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Үлгіге қараймыз. 4 4-тің қосындысы, 4-тің 4-ке көбейтіндісіне, яғни 16-ға тең. 4 5-тің қосындысы, 5-тің 4-ке көбейтіндісіне, яғни 20-ға тең. Дәл осылай қалған есептерді шығарамыз. 4 6-ның қосындысы, 6 мен 4-тің көбейтіндісіне, яғни 24-ке тең. 4 7-ның қосындысы, 7 мен 4-тің көбейтіндісіне, яғни 28-ге тең. 4 8-дің қосындысы, 8 бен 4-тің көбейтіндісіне, яғни 32-ге тең болады. 4 9-дың қосындысы, 9 бен 4-тің көбейтіндісіне, яғни 36-ға тең болады. Екінші тапсырма. Санды 4-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Есіңе сақта. 4-ті 4-ке көбейткенде 16 болады. 5-ті 4-ке көбейткенде 20 шығады. 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24-ке тең. 7-ні 4-ке көбейткенде өрнектің мәні 28-ге тең. 8-ді 4 есе арттырғанда 32. 9-ды 4 есе арттырғанда 36 болады. 6 көбейту 4 тең 24-ке. Санды 4-ке көбейту кестесі бойынша алынған. 4 көбейту 6 немесе 6 көбейту 4, екі жағдайда да өрнектің мәні 24-ке тең. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті бойынша алынған. 24 бөлу 4 тең 6-ға және 24 бөлу 6 тең 4-ке. Өйткені көбейту мен бөлу өзара кері амалдар. Үшінші тапсырма. Санды 4-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. Ең алдымен 4-ті мына сандарға көбейтеміз. 4-ті 5-ке көбейткенде 20 шығады. 4-ті 6-ға көбейткенде өрнектің мәні 24-ке тең. 4-ті 7-ге көбейткенде өрнектің мәні 28-ге тең. 8-ді 4-ке көбейткенде өрнектің мәні 32-ге тең. 9-ды 4-ке көбейткенде өрнектің мәні 36-ға тең. Келесі есепте бөлу амалымен орындаймыз. Мына сандарды 4-ке бөлеміз. 16-ны 4-ке бөлгенде өрнектің мәні 4-ке тең. 20-ны 4-ке бөлгенде өрнектің мәні 5-ке тең. 24 бөлу 4 өрнегінің мәні 6-ға тең. 28 бөлу 4 өрнегінің мәні 7-ге тең. 32 бөлу 4 өрнегінің мәні 8-ге тең. 36 бөлу 4 өрнегінің мәні 9-ға тең. Төртінші тапсырма. Мысалдарды шығар. Үлгіге қараймыз. 20 көбейту 4 тең 2 ондық көбейту 4-ке. 2 ондықты 4-ке көбейткенде 8 ондық болады. 8 ондық дегеніміз ол 80 санына тең. Келесі 800 бөлу 4 тең 800-дік бөлу 4-ке тең. 800-дікті 4-ке бөлгенде 200-дік шығады. Ал 200-дік дегеніміз ол 200 санына тең болады. Қалған мысалдарды осы үлгіге қарап шығарамыз. 50 көбейту 4. 50 санын 5 ондық деп аламыз. Көбейту 4-ке. 5 ондықты 4-ке көбейткенде 20 ондыққа тең. Ал 20 ондық дегеніміз ол 200 санына тең болады. 200 бөлу 4. 200 санын 20 ондық деп аламыз. Бөлеміз 4-ке.
20 ондықты 4-ке бөлгенде 5 ондыққа тең. Ал 5 ондық дегеніміз ол 50 санына тең болады. Келесі 20 литр бөлу 4. 20-ны 4-ке бөлгенде 5 литр деп жазамыз. 80 метр бөлу 4. 80 метрді 8 ондық деп жазамыз. Бөлеміз 4-ке. 8 ондықты 4-ке бөлгенде 2 ондыққа тең. Ал 2 ондық дегеніміз ол 20 санына тең. 20 метр деп жазамыз. 5-ші тапсырма. Есепті шығар. Білекпен күш сынасу ойынына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 6 ойыншыдан бар. Ойынға барлығы неше адам қатысты? Есептің шарты кесте түрінде берілген. Бір топтағы ойыншы саны 6, топ саны 4, барлық ойыншы саны белгісіз. Осыны табамыз. Оны табу үшін бір топтағы ойыншы саны 6-ны көбейтеміз топтың санына, яғни 4 топ бар. 6-ны 4-ке көбейткенде 24 болады. Демек, жауабы ойынға барлығы 24 адам қатысты. Барлығы 24 қатысты. 6-шы тапсырма. Өрнектерді салыстыр. 7-ні 3-ке көбейткенде 21 болады. 7-ні 2-ге көбейткенде 14 болады. Демек, 21 14-тен артық. Келесі, 4 көбейтілген 3 тең 12-ге, 4 көбейту 2 тең 8-ге. 12 8-ден артық. 60-ты 3-ке көбейткенде 180 болады. 60-ты 2-ге көбейткенде 120 болады. Демек, 180 120-дан артық. 6-ға 3-ті қосқанда 9 болады. Ал 6-ны 3-ке көбейткенде 18 болады. Демек, 18 9-дан артық. 7-ші тапсырма. 2-ге де 3-ке де бөлінетін ең кіші санды тап. Бізге 4, 12, 9, 10, 6 деген сандар берілген. Бұл сандардың арасында ең кішісі 4 саны, бірақ 4 саны 2-ге бөлінгенімен 3-ке бөлінбейді. Демек, 4 саны емес. Онда одан кейінгі сан 6-ны алайық. 6 саны 2-ге бөлінеді. 6-ны бөлеміз 2-ге тең 3-ге. Ал 6 саны 3-ке де бөлінеді. Демек, 6-ны 3-ке бөлеміз тең 2-ге. Демек, 2-ге де 3-ке де бөлінетін ең кіші сан ол бізде 6 саны екен. 8-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін тап. 5 көбейту 4. Өрнектің мәні 20-ға тең. 200 көбейту 4. 2-ні 4-ке көбейтеміз 8. На 2 нөлді тіркеп қоямыз. Өрнектің мәні 800-ге тең. 28 бөлу 4. Тең 7-ге. 32 бөлу 4. 4 жердегі 8-ім 32. Демек 8. 8-ді 4-ке көбейткенде 32. 9 центнерді көбейтеміз 4-ке. 9-ды 4-ке көбейткенде 36 центнер болады. 20-ны 4-ке бөлгенде 5 болады. 36 дециметрді бөлеміз 4-ке. 9 жердегі 4-ім 36, демек 9 дециметрге тең. Кім жылдам? 9-шы тапсырма. Өрнектердің мәнін кему ретімен қойып, мақалды оқы. Оның мағынасын қалай түсінесің? Ең алдымен өрнектердің мәнін табамыз.
36-ны 4-ке бөлгенде 9 болады. 3-ті 4-ке көбейткенде 12 шығады. 8-ді 4-ке бөлгенде өрнектің мәні 2-ге тең. Енді мәндерін кему ретімен қоямыз. Ең үлкенінен бастап, ең үлкені 12, одан кейін 9, одан кейін 2. Демек, 12-де халықтың деген сөз бар екен. 9-да күші деген сөз бар. 2-де бірлікте. Сонда халықтың күші бірлікте деген мақал шықты. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.